Барлығына сәлем достар. Бүгін мен топ 10 жақсы көретін ютуберлерін айтатын боламын. Оның арасында Алик KZ және тағы да басқа ютуберлерді не үшін және неге жақсы көретінімді айтамын. Және видео басталмай тұрып каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Және де печенье мен шайларыңызды дайындап қойыңыздар. Анче көп созбай видеомызды бастайық. 10-шы орында бізде қысқаша кино. Қысқаша кино менің қатты жақсы көретін каналым емес, бірақ жақсы көретін каналдардың бірі. Киноны жақсы мазмұндайды, бірақ кемшіліктері аз емес. Бұл каналдың видеосын шай мен печенье жеп көруге келеді. 9-шы орында Бекас KZ. Тоже киноларды мазмұндайды, бірақ алдыңғы каналдан жақсырақ. Негізі оны 8-ші орынға қойын дегем, бірақ 8-ші орында Нурик Пурик. Бұл каналда видеолардың качествосы жақсы, озвучкаларды ұнайды. Бұл каналды маған ең бірінші рет інім көрсеткен. Ал 7-ші орында біздің томарып жатқан Казвойс ағамыз. Киноларды әзілмен мазмұндайды, тек қана мазмұндау емес, әртүрлі Marvel DC кино компанияларының кейіпкерлеріне хронология жасайды. Міне Адикусқа да жеттік. Баяғыда бізге түсіп кеткен Борат, Никонет және тағы да басқа жаңалықтарды қазақ ютубына жеткізген. Қазір түсініксіз бірдеңе түсіреді, бірақ оны Алик KZ асып түседі, себебі оны бөпелер көреді. Есімде 2018 жылдары видеосын үзбей көретінмін. Ал жарайды. Ал келесі ютуберді ешкім танымайды, бірақ таныстыра кетейін. Ачик деген кісі. Сол кісі арқылы мен ноутбук, компьютер жайлы пайдалы ақпараттар білдім. Тіркеуге кеңес беремін. Ал енді факт және топ. 3-ші орында пазл арнасы. Бұл каналда тіпті мені әкем де көрді. Видеолары өте күшті, негізі 1-ші орынға қоюға болар еді, бірақ 1-ші орында басқа кісі. Ал 1 + 1 = 2. Енше 2-ші орында бізде Нұрлан Қалам легенда. Бұл басқа айтарым жоқ. Мистер Прикольчик, бірақ канал Нунакон деп остырып қойған. 10 000 подписчик болғаннан бері көрген видеолары топ болған. Ал достар, осымен видео бітті. Каналға тіркеліп, комментарияға осы жердегі ютуберлерді белгілеп кетіңіздер. Алынше сау болыңыздар.